Міне кезекті бос жатқан үй салынып, ешкім тұрмайды, қалып қойған сол күйі. Қазір ішін кіріп толық түсіретін боламын сіздерге. Қазір жан жақтарын көрсетейін. Жеміс жидектер, алма, міне қараңыздар. Таудың ортасында әртүрлі жемістер шыққан. Жақтың бәрі тау. Таудың ортасына салынған үй. Қазір кіріп толық өздеріңізге көрсететін боламын. Міне үйге жақындап көрсетейін. Үйді ағаштан салынған. Ағаштан дегенде сип панельден салынған. Есік, терезелері барлығы, шатыры енді сол күйі тұр екен, енді керемет шатыры. Үйдің айналасы. Ағаштар егілген мына жақтарға. Бірақ шөп басып жан-жағының барлығы жабайы болып жатыр екен де. Қазір мына жақта бір сарай бар екен, соны көрсете кетейін. Одан кейін үйге кіріп үйді көрсететін боламын. Мына жақта бір кішігірім қоймасы ма, сарайы ма бар екен. Қазір ішін түсіретін боламыз. Бисмилля. Төбесі жабық, цементтен салынған. Қараңыздар. Көкөністерді, басқа нәрселерді сақтайтын жер сияқты ғой. Полкаларын жасап, керемет етіп жасап қойыпты. Енді үйдің өзін көрсететін боламын қазір. Үйдің есігінің алдында мына жақтарға ағаштың үстіне тұратын қып кішігірім шатырлар жасаған екен негізі. Олардың барлығы бұзылып жатыр. Мына жақта сарай ма кішігірім бірдеңе бар екен. Қазір оны да көретін боламыз. Не бар екен? Енді мына жердің ауасы керемет. Гүлдердің иісі, ағаштардың иісі керемет шығып жатыр. Алмаларды қараңыздаршы қалай пісіп жатқан. Керемет сапты алма, өте көп. Иіліп тұр алма ағаштар. Алманың иісі мұрын жарып тұр енді. Бисмилля, үйге кіреміз енді. Үйге мына жерде малшылар ма келіп ашып кеткен сияқты. Бірақ есіктері бәрі жатыр. Үйдің міне тоқтары, сулары бәрі жүрілген. Толық. Үйдің жағдайы осында болып жатыр қазір. Қараңыз, кафельдеріне дейін салынған. Дайын, душы бәрі. Мына жақта осында бұзылып жатыр екен. Мына жағын көрейік қазір. Мына жерде пеш бар екен. Темірден салынған енді, керемет пеш бұл. Қалың. Орысша кітаптар. Мына жаққа. Арнайы үй жылытатын пештер ғой. Үйдің сырты. Туалеті бар екен мына жерде. Туалетін көрсетіп қояды. Туалет емес бұл. Әртүрлі жабдықтары жатыр екен. Үйдің қажет заттары. Үйдің сырты ма? Енді дұрыс сұрамай атсам, айып қоя бермейсіздер. Қолдан келгенше түсірем. Үйдің мына бөлмесін көрсетейін сіздерге. Қараңыздар. Пианино жатыр екен. Пианино бұзылып кеткен. Мебельдерін де бұзып кеткен. Орындықтары, полкалары. Терезелерін сындырып кетті. Енді келесі бөлмені көрсетейін сіздерге. Қараңыздар. Нелерін бұзып кеткен. Осылай. Еш заттарына тиіспейміз, тек видеоға түсіріп кетеміз. Мына жақта бір жасырын бөлме бар сияқты. Пеш. Ағаштар енді өте қалың ағаштар пайдаланған. Қарасаңызшы. Өте қалың мықты ағаштар пайдаланған үйге. Ағаштан салынған мықты үй екен енді. Қазір екінші қабатын көрсететін боламын. Мен алдын келген кезде пианиноға дейін барлығы істеп тұратын еді. Мебельдердің бәрі сап-сау болып жатқан. Қазір мына жердегі лестницасына дейін баспалдағында бұзып,
Одан кейін пианинолардың бәрін шашып, керектерін алып кеткен ғой. Жаңа мебельдерді де барлығын сындырып кетті. Душтың мынау унитаз барлығы бар еді. Бүкілін алып кеткен біреу келіп. Бұл енді таудың ішінде көбісі біле бермейді бұл жерді. Осы жердің малшылары ма? Солар алып кеткен ғой. Міне екінші этажға шықтым бірден келіп. Сыртта тоқ ағаштар, материалдар жатыр. Міне екінші этаждың көрінісі осындай. Керемет қып салған енді бұны. Негізі сол алдын келген кезде мебельдердің бәрі сап-сау болып керемет болып жататын. Мына жерде су сияқты су құятын, жылытатын. Мына жақтарды көрсек, мебельдер сол үй жатыр. Саяқтары. Мына бөлмені көрсек. Осындай. Мына жерден енді салқын самал соғып тұр. Терезеден көріністі қараңыздар. Керемет көрініс енді. Келесі бөлмелерді көрсең сіздерге. Полының өзі сапалы. Еденнің өзі керемет салған. Бұл айна екен, үлкен. Бұл жақта киім салатын шкаф бар екен. Сырт жағын көрсек. Қараңыздар. Кішігірім балкон мына жерде. Тау. Газ, свет келіп тұрған жер екен енді. Келесі бөлмесіне кіреміз. Бұл бөлмеде де аяқ киімдерін тастап кетіпті. Мына шкафтың есіктеріне дейін барлығы болатын. Мына жерде детский не тұратын кровать. Детский двухъярусный кровать тұратын, 2 этажды. Оның барлығын бұзып алып кеткен ғой. Бара-бара үйді бұзып кетейін деп тұр ғой. Өйткені ішінде көп заттар бар еді. Барлығын бұзып алып кетті, тым қалдырмапты. Жалпы үйдің көрінісі осы. Бұл үйдің төменнен көрінісі. Қараңыздар, енді 2 этажда жасалған, керемет салынған. Үйдің сыртына керек жағдайларын қойған екен. Канализациясына дейін қазып жасап қойған ғой мына жерге. Былай қарай алма бақ. Алма, алмұрт енді өте көп мына жақта. Тауға көріністі қараңыздар. Керемет жерде таудың ортасына салынғанда сол күй қалып қалған. Алманы қараңыздар. Пісіп тұр барлығы. Міне, ар жағынан қағалын дауыс шығып жатыр. Міне жаңағы үйдің жанында көлі бар өзінің осындай. Балық бар екен бұл жерде. Үйректерді қараңыздаршы. Үйректер керемет, өте көп мына жерде. Осындай кішігірім көлі бар екен жаңа үйдің жанында. Таудың ортасында. Қараңыздар. Керемет жерде орналасқан. Сол күйі тастап, сол күйі қалдырып кеткен жаңағы үйді.